Бери жазмапты. Қазақша жазса, қиын, орысша жазса. Енді село деп тұр қазір, бәрін бар емес. Керек болатын болса, мына Марқакөл туралы мәліметтер мына жерде, бірақтан бұны біз өшіреміз. 3D форматта керек болатын болса, Марқакөлді 3D форматта көруге болады. Егер бұлаз дейтін болсаңыздар, бұған да саяхат жасауға болады. Саяхат жасап көрген де Марқакөлге. Мына нүктені басаңыз, көлдің ортасында болғыңыз келе ме? Жанын басайық мысалы. Кстати, Лаура, вот это у меня в моем этом личном табиғат қандай керемет, мына Марқакөлдің жаны. Марқакөл көлі. 360 градуста осыны көріп тамашалауға болады. Оқушылар үшін өте ыңғайлы. Әшейін сурет көргеннен кейін жағдай картадан таңдап көретін болса, географияда есінде көп болады да бұл ше. Тағы қай жерді көрсек болады, мысалы өзіңіздің бір мақтан тұтатын немесе осыны көрсек, болмаса мектептеріңізді көрейік. Иә? Мысалы, кез келген адрес жасап шығарды. Мысалы, қай мектепті көреміз? Көкшетау, Акансери. Ау? Көкшетау. Көкшетаудың өзі ме, мектеп па? Мектепте. Мектептің аты қандай? Көкшетау білім инновация. Бил ма? Акансериге жазсаңыз болады. Көкшетау білдіге жазсаңыз болады. Қазір? Срочно табу керек, а то ағайдың басы ауырып тұр. Давление переживал, за него суду, сейчас свое давление поднялось. Шыққан? Білім инновация лицейіне тұрған. Түнімен мектебін түсіндегі. Мына мына жерде телефондарына шын бар екен, керек болатын болса 38-80-72 дейді, сондай ма? Мәссаған шықты ғой ана картада. Мына жерде шықты, бірақтан бұның ішіне кіруге тырысайық. Мысалы, мынаны бастым. Мына жерде нүктесі бар екен, көріңіздер. Нүктені басамыз. Қашат дейді. Спорт алаңы. Мына білім инновация лицей осы ма? Иә. Осы мектеп па? Иә. Осы мектеп. Кейбір мектептерде мынандай бар. Осы кабинеттің ішінен суретке түсіреді да, басатын болсаң, мектептің ішінде жүруге болады да. Мына білім инновация лицей.